Тоқты, байқайсың ба, бізге бір нәрсе жетіспейді. Білмеймін, Серке, не жетіспейді? Күндеріміз біркелкі өтіп жатыр. Тосын жаңалық жоқ. Қалай десем екен? Мотивация жетіспейді. Бізді талпындыратын бір нәрсе керек. Сонда ғана өмірімізге өзгеріс келеді. Неге олай дейсің, Серке? Міне мен шығармашылықпен айналысып жүрмін. Бұл да үлкен мотивация. Ей, сен де, өзің ойлаш, мына шимайың саған не пайда келеді? Мені рухани байытады. Сенің кемшілігің осы, Тоқты. Есіңде болсын, қолыңмен ұстай алмайтын нәрсені байлық деп айтпа. Бұл суретің саған тамақ немесе ақша бермейді ғой. Демек алдамшы деген сөз. Мүмкін біреу ұнатып суретімді сатып алар. Суретшілердің еңбегі тірі кезінде бағаланбайды. Мынау шимайыңды сен анау өмірге кеткен соң барып, 3-ші ұрпақ қозларың аукцион арқылы сатуы мүмкін. Міне оның өзінде сатылған соманың 32% салық төлеуге кетеді екен. Ал саған ше, дым жоқ. Сондықтан дәл қазір пайда беретін нәрсемен айналысу қажет. Меніңше, тез табыс табу үшін бизнесті қолға алу керек. Мысалы, сен бизнестің алғашқы қадамдар туралы білгің келсе, менен сұрасаң болды. Бизнестің әліппесі деген тренингімді саған өткізуге дайынмын. Әрине, ол үшін көп ақша сұрамайым. Өйткені, Тоқты сен досымсың ғой. Білмедім, Серке. Бірақ рухани байлық материалдық байлықтан жоғары тұру керек емес пе? Ой, сен де, жаңа ғана не айттым? Қолыңмен ұстап жей алмайтын нәрсені байлық деп айтпа. Кім айтқан еді? Қысқасы бір дана кісі айтқан екен. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда. Сондықтан болатын тірлікпен айналысу керек, Тоқты. Білмеймін, Серке. Сәлем, Сауысқан. Сәлем, жігіттер. Не болды, Сауысқан? Тыныштық па? Әлде парламентке сайлау болайын деп жатыр ма? Ай, Серке, саған жауап беретін уақытым жоқ. Өздерің оқып алыңдар. Көздерің бар емес пе? Қажақ. Өзенді теріс ағызған, барды жоқ, жоқты бар қылған. Атақты сиқыршы Ибн Хаттаб Зуфра Нью-Йорк әл-Түркістани. Ой, мынаның аты ұзақ екен. Қысқасы бәрекелді. Бізге керегі осы, Тоқты. Сүф десең бар болады, үф десең жоқ болады. Нәтижесі бірден шығады. Міне қандай мықты мотивация. Ай, болмайтын нәрсе. Қарнымыз тоймай жүріп, өнердіне қыламыз. Иә, соны айтам. Концерт тамашалайтын жағдайда жүргеніміз жоқ. Жігіттер, тоқтаңдар. Иә, не болды? Не дейсің? Маған бір ой келді. Ол не ой? Мен ойлаған жоспары бойынша біз мына концертке баруымыз қажет. Ай, баланың тірлігі ғой, қайтеміз оны. Қарнымызды тойдырамай жүргенде қандай концерт? Міне, мәселе осында. Біз мына концертке қарын тойдыру үшін барамыз. Солай ма? Ол қалайша? Аты кім еді? Ұзақ екен. Қысқасы Бағдати Түркістани деген сиқыршының концертіне барлығыңдар келеді. Борсық дейсің бе, қоян дейсің бе? Бәстігемін. Тіпті ата жауымыз Тоқты мен Серке де келеді. Ол жерде ешкімді аңдып қуып жүрудің қажеті жоқ. Бәрі алдымызға өздері келмей ме? Сол жерде Серке мен Тоқтыны зып еткіземіз. Қақтыңдар ма? Рас екен, Мына ойын күшті екен. Бірақ ол жерде бүкіл жануарлар болса Тоқты мен Серкені қалай алып шығамыз? Иә, олар дабыл қағып айқайды салса, тұяқтылардың бәрі бізге жабылады ғой. Ендеше бір жоспарына өтеміз. Ол не? Қандай жоспар? Еріңдер соңымнан. Атың кім еді сенің өз? Ибн Хаттаб Бағдади, Зуфра Нью-Йорк әл-Түркістани. Атыңнан адам түгілі қасқыр жаңылады. Әй, мысақ,
қысқасы, сен жоқ нәрсені бар қыласың ба? Ендеше, мына жерде жоқ нәрсені алдымызға алып келші. Иә, дәмді нәрсе болсыншы, қарнымыз аш. Ей, мысық, мынауың сүт қой. Қайдағын әкелгеніңде? Бізді сүт ішетін бала дейсің бе? Сабыр, жігіттер, бұған не әкелу керегін? Өзім айтам. Ал, Ибн Хаттаб беді, әл Түркістани меді. Әй, сиқыршы мысық, дәл қазір біздің алдымызға серкені алып кел. Қане?